Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлім. Бүгін хачапуридің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ұнға ашытқы, тұз, қант салып, жақсылап араластырамыз. Артынан жылы сүт, күнбағыс майын құйып, араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырдың бетін жауып, 1-1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Бұл қамырдан 2 хачапури жасауға болады. Қамырды алдымен 2 бөлікке бөліп аламыз. Алдағы уақытта жаңа рецептерді көру үшін каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қамырды осылайша ұзыншақ етіп жайып, үстіне ірімшікті саламыз. Қажетті ингредиенттердің барлығын астында описанияда қалдыратын боламын. Видеодағыдай бетін жауып, келесі жағына айналдырып, ортасын пышақпен кесетін боламыз. Шет жақтарын зәйтүн майымен майлаймыз. Хачапуриді қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Хачапуридің үстіне жұмыртқаның сарысын және де қалауыңыз бойынша сары май салып, 7-9 минут аралығында пісіріп аламыз. Біздің өте дәмді хачапуриміз дайын болды. Міндетті түрде ыстық күйде ұсыныңыз, астарыңыз дәмді болсын.